Иә, бұл жерде үлкен қатты бір интрига болмаған сияқты, тіпті Ботамен таныстығы тоқтаған күнде де біз айтқанбыз, негізі қатысушылыққа, кастингке қалыңыз, мүмкіншіліктеріңіз өте жоғары деп. Данияр, қош келдің. Қош көрдік, саламатсыздар. Қалың қалай, көңіл күйің қалай? Сен қазір қуанып отырған түрің ғой, иә? Міне, қуанып отырған түрі осы. Негізі бар ғой, жігітке жарасады бір қалыпты болу, жалпы эмоцияны аз көрсету жігітке жарасады, бірақ қызға жараспайды. Қалай ойлайсың ба? Жаңа ғана талқылап жатырмыз да, кейбір адамдардың жаңа жас кәрі деп кәдімгі комплекс деген мәселелер шығып жатырды. Жаңа ғана Дастанға айтып жатырмын. Абай айтады, қартайдық дейді, ары қарай айтады, қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман дейді. Яғни қартаю деген ол қайғы ойлау және армандардың ұлғаюы. Демек, қартаюдың белгілері осы. Ал егер сен кәдімгі жастық деген не? Ол қайғысыз, уайымсыз, мас күнің дейді ғой, бір сөзбен айтқанда. Ал қайғысыз адам күліп жүреді үнемі. Және жастық қашанда адамның назарын тартады. Сондықтан қыздар күлімдеп жүрсеңдер, қайғысыз кәдімгідей, ол болса да өздеріңмен өздерің жұмыс істеп, кәдімгі көздерің күліп жүрсе, менің ойымша, бұндай жобаның да қажеті қалмайды деп ойлаймын түбінде. Әйтпесе, кәдімгідей, қыздардың өздерін жіберіп тастап қайғыруының да себептерін түсінемін. Мысалы, Ұлжан мысалында, ана, баласының мәселелері бар, шаруалары бар, прививка қоям ба, қоймайым ба, қайсың қоям, қалай қоям, оның аллергиясы бар ма, киіміне болады, кредитті төлеу керек. Осының бәрін ойлап жүрген кезде қашан күлесің? Ал енді сол түрді елестетіңіз, сол түрге қарап танысқыларың келді ме, жігіттер? Яғни Ұлжан емес, бір мәселелердің жиынтығы жүрсе сендердің қастарында. Әрине, сондықтан кішкене жеңілдеу болыңдар. Тура соны саған да айтқым келеді. Өйткені Данияр ерекше бір үлгі. Жасың қаншада? 21-де. Ал санамен бір 60-ға тақап қалған сияқты. Шын айтам, кастинг кезінде соны кәдімгідей түсіндік. Бірақ оның себептері де бар, иә? Өйткені бұл сенің отбасылық жағдайыңа байланысты. Тағдырлас екенбіз, Данияр 3 жасында қалдың, иә, әкеңнен? Иә, әкесіз қалдым 3 жасында. 3 жасында әкем жүрек ауруына қайтыс болған. Жүрек талмасынан. Және 3 жасынан бастап ағаң екеуін әкенің орнын басуға тырысып келе жатсыңдар. Иә. Сол себепті ағаң алдыңғар ба, ағаңның демеушісі сен, кішкентай кезден бастап еңбекке араластыңдар. Иә. Кішкентай кезден бірге жұмыс істеп, ақша тауып, бірге көтерілдік. Жалпы отбасыңның құрамы жайлы айтыңызшы. Отбасымда біз ағам, мен, жеңгем, атам бар. 5-еуміз тұрамыз. 5-еуің тұрасыңдар. Анаң екінші мәрте тұрмысқа шыққан жоқ?